Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін міне афган қазанымен бүгін тамақ пісіріп көреміз. Қандай тамақ десеңіздер, міне қойдың еті, пияз, болгарский, помидор, чеснок и приправалар. Осылармен жасап көреміз. Міне афган қазан бізде 10 литрлік, өткенде бір қолдандық. Міне 10 литрлікпен қазір бастаймыз. Ал құрметті достар, бірінші міне пиязымызды жақсылап турап аламыз. Пияздың ірі болғаны маңызды емес, қалай турасаңыздар да өздеріңіз ыңғайлы қылып тура бересіздер. Мына пиязымызды жақсылап турап алдық. Енді болгарский тураймыз. Осылайдан ірі-ірі турайсыздар. Афган қазанның ішінде бұл көрінбей де қалады, таппай да қаласыздар. Дәмі ерекше болады. Ал құрметті достар, мен болгарский турап біттік. Помидор, чеснок және міне қойдың құйрығы. Осын тұрып ішіне салып жіберсеңіздер, май, сливочный май ешнәрсе қоспай қойсаңыздар болады. Өздеріңе ыңғайлы қылып турап міне құрметті достар, приправалардың бәрі дайын. Тұз, Қытайдың тұзы, бұл етті жұмсақ және әрі дәмді қылып пісіреді. Пісіруді бастаймыз. Бірінші кететін пияз. Бір қатарға төсеп шығасыздар, бір слой қылып. Бір слой пияз салдық, енді ет саламыз. Мына үстінен құйрық май салып жіберсеңіздер болады. Одан кейінгі салатындарымыз Қытайдың тұзын кішкене өлшеп, аздатып кішкене. Тұз саласыздар. Қара бұрыш, кішкене кориандр, универсальный приправа, кішкене жира салып жіберсеңіздер болады. Одан кейін үстіне болгарский саласыздар. Бір слой. Чеснокты қолмен бүтіндей салсаңыздар да болады, езіп салсаңыздар да болады. Мен бүтіндей саласылайым. Одан кейін қайтадан пияз, бір слой.
Köktem gelse gül aşıladı. Jide gülde bisin şaşadı. Kızlar sonda zor aşıladı. Köktemde gelsin gül sonda. Köktem gelse gül aşıladı. Jide gülde bisin şaşadı. Kızlar sonda zor aşıladı. Köktemde gelsin gül sonda. Oyna dostlar ey oyna. Bilim o kızlar kelimeyle. Aylı asman aslında. Köktemde gelsin gül sonda. Oyna dostlar ey oyna. Bunu çiğnokta alıp bir ezip jibirip fasulyeyi salып жібересің. Помидорды Мұңға бар терезесін қақтым, күйе торап аттым. Қырға бар мұңнан алған жастың бәрін сырған аттым. Бұл қысқа бағың мені іздеп неге жаным жыбырлайды. Көз жанарың әлі байлаулы өзің. Тастағаным болсын дедің, енді әнім сыбырлайды көзіңе. Құрметті достар, бәрі салынды, ет, тұзы, бір сәтімен. Өкпелесем кешіренді өзгерме, шын бақыт ол бұйырады төзгенге. Аңдағаным ұстай алсам қасымда сол кезде, сен мені көз келме. Бұны байлан екі жағынан екеуі келдікті. Жақсылап қысылды, бәрі салынды. Мына екі жерінен ауа шығады. Көрініп тұрғандай мынау аварийный режим дейді. Аварийный режим берден мына екеуінен если шығармай ұмытып кеткен жағдайда осы жерден өзі шығады. Бәрін дайын, кішкене шашылып отқанға мән бермеңіздер. Мұңға бару суық күн бет алқанда, жылытатын адамыңды Мына құрметті достар, астын жақтық. Бұл примерно 1 сағат 1,5 сағатта дайын болады. Екінші десертіміз бұл жілік май. Жілік майға керегі тұз және перец. Бұл ең оңай десерттер. Және де ресторандарда өте қымбат тұрады. Бұған кішкене тұз аламыз. Себеп шығарсызда өстіп. Тұздан кейін кішкене перец сал. Кішкене болады. Дайын. Бұны 180 градуста 15-20 минутқа пісіріп алсаңыздар болады. Мін достар, жілік майымыздың өзі пісіп жатыр. Алына жақта, Афган қазақта дерскі ет пісіп жатыр. Ауа шығатын жерінен байқасаңыздар. Он минут өтті. Уже екеуін алып, мен балдарым жеп қойды. Астындағы не десеңіздер, нанда чеснок, укроп және май, оливковый май араластырып жасалған. Бағанағы жілік майымыз. Майын жатса жерге алды. Оқылып тұр. Екеуін үш балам жеп алды. Яқта Афган қазақ пісіп жатыр. Міне достар, шампиньон мен картошкамыз
жатыр. Міне 1,5 сағатымыз өтті. Астын өшірдім. Енді вилканы алып ауасын шығарамыз. Осыны қойсаңыздар болады. Al құрметті достар, міне ауасы шықты. Бисмилла деп ашамыз. İsnay, ayıp almay. Мен достар, мына піскен түрі иісін деген жеткізе алмаймын енді. Мына бағанағы еттерін қараңыздар. Мынаны қараңыздар. Міне достар, етін алып алдық. Мына етті бару айтаман болады, қарасаңыздар. Тушонка сүйектерінен ажырап жатыр ғой, өзіммен өзі. Дәмі қалай екен? Оскара! Оскара! Üzülüp kaldı. Tutsun қарасаңыздар, tutsun. Ойбай. Етін айта алмаймын. Еттерін алу кішкене қиын түседі. Өйткені қарасаңыздар, еттері үзіліп тұр. Сорпасын. Міне еттеріңіз осылай дайын болады, құрметті достар. Ренжімеңіздер кішкене. Афганский қазан керек болатын болса, комментарияға жазыңыздар. Мен сіздерге номерін тастап кетем. Жеткізу бар. Алматыға қаласы бойынша, Қазақстан Республикасы бойынша полный қалаларға жеткізу бар. Барлық қалаларға. Одан кейін маған лайк басып, комментария жазып, тіркеліп кетіңіздер. Рахмет достар. Күндеріңіз сәтті өтсін.